баршаңызға менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 30 минутта дайын болатын, жұп-жұмсақ үгітіліп тұратын пирогты бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, айран, қант, ерітілген сары май, манный каша және де ұн, какао қопсытқыш керек болады. Ең алдымен жұмыртқамызды таза ыдысымызға жарып аламыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Жұмыртқамыз миксерленіп болғаннан кейін үстінен қантымызды саламыз. Қантымыз бен жұмыртқамыз 2 есе көтерілгеннен кейін үстінен айранымызды қосамыз. Ендігі кезекте сары майымызды қосамыз. Осы пирогқа қажетті құрамның барлығын төменге описанияға жазып қалдырып кеттім. Сол жерден грамдарын көріп алсаңыздар болады. Ендігі кезекте ұнымызды, какаомызды, қопсытқышымызды бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып, елеуіштің көмегімен өткізіп саламыз. Енді манный кашамызды саламыз. Манный кашаны салып араластырып болғаннан кейін 5 минутқа қойып қойыңыздар. Өйткені манный кашамыз ісініп, қамырымыз одан сайын қоюлана түсетін болады. Міне бізде осындай қою қамыр шықты. Енді осы қамырымызды өзіміздің формамызға құйып аламыз. Алдын ала пешті 180 градуста қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Формамызға құйып, бетін біркелкі қылып егістеп аламыз. Пирогымыз міне дайын болды. Дайын болғандығын ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Пирогымызды суытып, формасынан шешіп, бетіне қант ұнтағын себіңіздер. Міне достар, біздің дәмді пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Баршаңызға ас болсын.